Қытай десе бәрімізде қорқыныш бар ғой. Не тамақ ішесіңдер дейді, не жейсіңдер барғанда дейді. Оның бәрінің жауабын тауып аман есен барып келіп жүрміз. Қаншама барған қыздар рахмет айтып жатыр. Қаншама апарған аурулар сауығып, жақсы результат көріп, рахмет айтып жатыр. Соған қуанамын. Қазақстан медицинасын бітірген адамдарға да айтып жатырмын. Қытайға барып, бір нәрсе үйренсеңіздерші. Біздің медицина көмегі болмай жатыр ғой адамдарға деп айтып жатырмын да. Аптеканың дәрілерінде күші жоқ болып кетті. Өйшен компания, бизнесті ойлайтын дәрілер көбейіп кетті аптекаларда. Сондықтан қай адаммен таныссам да, жас қыздармен таныссам да Қытайда аптеканың дәрісін іше бермейміз дейді ғой. Деп таң қалып қалдым ғой. Мен Қытайдың дәрілері мықты деп жүрсем, айтады маған, біз дәріхананың дәрілерін іше бермейміз деді ғой. Жаңа басымды жуып едім. Құрметті оқырмандар, айтпақшы, жақында ертең арғы күні Шу қаласына барамыз. Шу қаласында бір күн қабылдау жасап, 5 күндік ем беріп кетеміз. Одан кейін август айында Қызылорда жерінде қабылдау жасап, ем береміз. Қызылорданың чатына тіркеліп кіріңіздер. WhatsApp-қа шығыңыздар 8702 220 20 23. WhatsApp-қа шығыңыздар. Фарида ханым, 45 жастамын дейсіз. Шашым өте құрғақ дейсіз. Как раз біздің релакс салонымызға өзіміздің құрғақ шашқа арналған бір ұйғыр және тағы бір ұлт бар. Қытайда тағы бір ұлт бар, оны атын ұмытып қалдым. Солар шығарған шампунь бар. Соны алып келдік. Соны біздің салонға келіп, басыңызға шашу массажы деген алып, сол шампуньды қолданып емдеп береміз. Көріңіз, келіңіз. Сосын майлы шаштарға осмадан жасалған шампуньдарды алып келдік. Осма деген шөпті кім біледі? Майлы шаштарға осмадан жасалған шампунь, кондиционер алып келдік. Бірақ әзірге сатуға жоқ. Қолданып көресіздер, ұнасат, тапсырыс бересіздер. Солай Фарида ханым, құрғақ шашқа арналған, осмадан арналған, құрғақ шашқа арналған, ол қоңыр шампунь, сырты қоңыр. Ал неге арналған? Майлы шашқа арналған, осмадан жасалған шампунь бар бізде. Қызылордада келесі август айында келіп қабылдау жасап ем береміз. Қызылордада бір 80 адамдай отыр чатта, тіркеліп алыңыздар. Сәлемасы, трейдинг үйрендіңіз ба дейді. Мен үйрене алмадым, уақытым жоқ. Оның үстіне жасым ұлғайғандықтан мен бірден қабылдай алмаймын. Любой нәрсені бірден қабылдай алмаймын. Егер өзім жаным қатты қалап тұрса, тез үйренемін. Сондықтан трейдинг туралы менен сұрамай ақ қойыңыздар. Әлі үйрене алмадым. Мен Таразда тұрам, жұмыс басталады, пока бара алмаймын. Шампуньды көрсетіңізші, бағасы қанша? Ой, шампунь әлі чемоданда еді. Өткен жолы біразын алып келдім, бұл жолы тағы да алдым. Енді соны адамдардың шашын емдеуге қолданамыз. Содан кейін алам дегендер болса, тапсырыспен алып береміз. Мына тура қасымдағы чемоданда екен. Жаңағы өте құрғақ шашқа арналған шампунь мынандай. Мынау Қытайға жақын бір ұлт бар екен, өте емге мықты. Осындай шампунь бар екен. Осыны бірінші келіп, біздің релаксқа келіп, қолданып, басыңызға жағамыз. Одан кейін алатын болсаңыз, 3 штугіні бірден заказ берсеңіздер, алдыртамыз.
Мынау жаңағы осмадан жасалған шампунның кондиционері. Бұл өте майлы шашқа арналған. Міне осындай компанияға бардым. Инстаграмға кірсеңіздер, менің қайда барғанымды көресіздер. Сосын мынау жаңағы кондиционердің шампуны осмадан жасалған. Көріп тұрсыздар ғой, осындай бір ұйғыр, Қытайда ұйғыр әйел осындай шашқа арналған осма шампунын ашты. Осыған бардым. Сосын мына жаңағы Қытай емес, басқа бір ұлт, атын ұмытып қалдым. Қытай емес, ең емге мықты сондай бір ұлт бар екен. Солардың шығарған шашқа арналған шампуны өте үлкен, 500 миллиграмм дейді. Осыны алып келдім. Біздің кабинетке келсеңіз, басыңызда осыны жағып емдеп көреміз. Сосын ұнаватса аласыздар. Сосын тағда жаңағы осмадан шампун шығарғандар мынандай нәрсе шығарыпты. Хына. Мына оларда осы хынамен тырнақ бояп алған ғой. Мына екеуін араластырса каштановый цвет болады. Мына гүлдерді осылай теріп жасайды өздері. Осындай компанияларға барып келдім. Сосын тағы да бір шаш өспей қалатындарға арналған бір ем бар. Шашы өспей қалатындар үшін. Ол енді ана жақта басқа чемоданда екен. Шашы өспей қалған, шашы түсе беретін адамдарға арналған тағы бір ем бар. Ол шаптол май деп аталады, май. Оған шаптол майын келесіздер, басыңызға жағамыз, 1,5 сағат жатасыз. Одан кейін басыңызға массаж жасай отырып, жуып емін алып кетесіздер. Сол процедураны қатарынан 3 күн алып, 4 күн алып кетесіздер. Результат болып жатса, бірден байқалады. Солай, құрметті достар, сіздерге көрсетемді. Чемоданды ашып алдым, жақсы болды ғой. Мен енді ем саласында жүргендіктен халыққа осындай пайдалы нәрселерді ұсынамын. Бізге массаж кабинетке келген кезде тек қана массаж жасатпайсыздар, әрі ем аласыздар. Аптаның понедельник күні Алматыда қабылдау болады. Алматыда 3 сағат 1-де келсеңіздер, дәрігердің қабылдауынан да өте аласыздар. Маған аурулардың орысшасын кейбіреуін түсінбеймін, қазақшасын айту керек. Қазақшасын. Солай. Қытайға барған сапарымда шаш күтіміне арналған далада балалар осылай 11-ге дейін шулайды деп едім, 11-ге дейін. Балапан жаштарымды бәрі сұрайды, қалай өсті деп. Тек қана пайдалы нәрсемен жуамыз, пайдалы шампундармен. Ұмытшақтыққа ем бар ма дейді. Ұмытшақтық көбейіп жатыр адамдарда. Не үшін? Өйткені сол баста мида кислород жетпей қалады. Қан айналым болмайды мына баста. Адамның басында 2 ми болады екен, үлкен ми және кіші ми. Соған сіз ішкен тамақтан кислород бармаса, сол апарып ұмытшақтыққа апарады. Келіп
Басқа кислород жіберетін система алып, ине алыңыздар. Ине өте күшті ине. Құрметті оқырмандар, номер жазып алыңыздар. 8702 220 20 23. WhatsApp. Айтыңыз, лечение туралы, ем туралы, шашқа арналған ем туралы, массаж туралы, иглотерапия туралы деп жазып алыңыздар. Алматы қаласында понедельник күні таңғы 10-нан бастап боламыз. Таңғы 10-нан бастап боламын. Талжанова 50. Сол жерге келіңіздер. Телефон номер жазып үлгердіңіздер ма? 8702 220 20 23. Менің ашқан релакс кабинетім номерін қазір беремін, жазып алыңыздар. Таңғы 10-нан бастап. Біз сияқты кабинет аш, массаж, осындай массаждың басқаша түрін үйренем деген деушілер болса, Қытайға барам деген болса, Қытай ауруханасына барып тексерілем дегендер болса, хабарласыңыздар. Номерді берем. Қазір жазып алыңыздар. Жазып алыңыздар. Номерді берем. Қазір 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 жазып алыңыздар. Шашқа емнің бағасы 8000 теңге деп тұрмыз. Тек қана ем алмайды, басқа массаж жасалады. Релакс деген парақшаға тіркелсеңіздер көресіздер.